Тарсауданың құрметті азаматы Құдайберген Мамбетовтың Алаштың арда азаматы мен Адал би, Әділ би атты қос кітабының тұсаукесеріне қош келдіңіздер. Бүгінгі қос кітаптың ашылуы құтты болсын. Осындай азаматтарымыз бір-бірін марапаттап, бір-бірін шабытқа, биікке шығарып отыратын азаматтарымыз көп болсын. Бұл дегеніміз не? Ол дегеніміз біздің азаматтарымыздың, ақсақалдарымыздың бір-біріне деген көзқарасының дұрыстығы, ниетінің, пейілінің дұрыстығы. Сондықтан ақсақалдар, осындай ақсақалдарымыз көп болсын, ниетіміз әр уақытта түзу болсын, бір-бірімізге, балаларымызға сілтер жолымыз тек қана ашық, анық болсын. Құтты болсын азаматтар. Біз қарап көріп отырып, азаматтардың бір-біріне деген ілтипатын қалай біз сырттан қарап отырамыз. Өзіміз келіп, осында бір кішігірім марапатымыз бар. Ал рұқсат болса, қабыл алыңыздар. Қалыңызға келіңіздер. Қолсақсың десе? Қошемет қолдау білдіріп қойыңыздар. Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл мерекелік медалімен наградталады. Сол бойынша Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Құтты болсын. Тәуелсіздігіміз ең бастысы. Мәңгі баянды болсын. Арда азаматы. Мен бұл Қалекенің қасында жүрем. Қалекенің жүрегі өте нәзік. Біреулер ойлауы мүмкін. Мысалы, бұл бетке айтады, бетіне бар, айтады, шындықты айтады, сосын өзінің ойындағысын айтады, бірақ сізге деген ешқандай артында бір сөз болмайды деген. Ар жағында бір ойында бір арамдық басқа жоқ. Тек айтады, шындықты айтады, болды. Мен соны көріп жүрдім да, сосын енді бұл қалай не алуы? Осы мәселені ойланып, анау 17 жыл өздеріңізге Алашорда құрылған. Құрметті інілер, қарындастар, анау рахметімді айтып отырмын. Алғысымды білдіремін. Осындай әйтеуір, осы екі кітаптың тұсаукесерін өткізуге атсалысқанға, қыздарымызға, ағайындарға, ана отырған жігіттерге рахмет. Бұл енді негізінен жаңа аудан әкімі Марат жақсы айтты. Бір нәрсені есімде жақсы қалды. Бейдеді, осындай жігіттерді көрсету, таныту, ол біздің парызымыз. Ол ел арасында жүрген, шындығында көрінбей жүретін адамдар көп. Бірақ істеп жатқан еңбегі өте орасан зор, бірақ білінбейді. Мен өзім ең алғаш осы кісінің қасына, Қалекенің қасына келгенде ойладым, билер кеңесіне келдім, хат шығып қойды. Сосын ойладым, бұл билер кеңесінде істеліп жатқан жұмыстарға риза болдым, жасыратын жоқ. Қаншама адамдар келіп жатыр, қаншама кісілер сөйтсем, бұны 2017 жылы бұрынғы аудан әкімі Балабек Нарбай ұйымдастырған екен. Бұндағы мақсаты, ұйымдастырған мақсаты, анау арыз көбейіп кетіпті. Сосын аудан әкіміне келе береді екен. Ол аудан әкіміне келмей, осы билер арқылы, осы мәселенің арызды шешінде, осы билер кеңесін құрған екен. Сонда төраға қылып, Қалекенді сайлаған. Мінекей содан бері жұмыс істеп жатыр екен, мен қасында болдым, көрдім, қаншама істер атқарды, оны өздеріңіз де жақсы білесіз. Қазір ары қарай басқа кісілер оны ары қарай жалғастырып атқарып жатыр, жақсы жұмыстар істеліп жатыр. Оған рахмет. Соған байланысты мына Адал би, Әділ би деген кітап шығардым. Енді артында із қалды. Сөйтіп, облысқа бір-екеуін таратсам, облыстағы бастығымыз айтады, мына кітапты бізге бер, тағы 10 жіберді. 10 жіберді, олай бұл республикаға жібереді. Сөйтіп бұл Адал би, Әділ би кітабы республикаға танылып кетті. Оған кездер
2017 жылда құрылды. Енді 86 жылы жастардың көтерілісі болды. Одан кейін артынша 90-91 жылы тәуелсіздік үшін күрес. Мінекей осы азаматтар, осы кәдімгі азат қозғалысын құрған азаматтардың бірі Қалмырза өзінің сол несіне тікелей қатысты. Оны өздеріңіз де жақсы шетте білесіздер. Мысалы мен өзім қарап ішінде әрине менің мақсатым Қалмырзаның іс-әрекетін істеп жүрген несінің бәрі қасында жүргеннен кейін көрсетіп болып, осы отырған бәріңіздің де Алаштың азаматсыздар, қыздарсыздар, сіздерді де осылай келтіруге болады. Ешқандай неш жоқ. Мінекей менің мақсатым осы Қалекеңді көрсету болды. Неде қалып қоймасын. Мына кітап мәңгілік дейді. Бұл кітап мәңгілік. Қайқаусы айтқан. Бұл кітап мәңгілік. Ешкім бұны ешқандай не қылмайды. Сондықтан бұл кітаптың артында бұны оқыған адам ғана біледі. Егер қазір қолдарыңызда ұстап отырсыздар, оқысаңыздар түсінесіздер. Оны оқымасаңыздар енді оны айтып қиын. Кейбіреулер айтады, Алаштың арда азамат деген орнына Жаңатастың неге азамат деп. Ол тар болады. Тар ұғым болады. Кітапта сол мәселелерді қамтыды. Енді ол негізгі мақсатым осы Қалекең айттым, осындай кітап шығарайын, осындай деп шет жағасын айтқанда қойдым. Көп нәрсе бұл кісіге айтқан жоқ. Бірақ іздестіру керек болды. Әр жерден жинастырдым, оңай нәрсе емес. Мынаны жинастыру, әр жерден алу, басқа жерден неғылу, кітапханаларда басқадан қарастыру, маған оңайға түскен жоқ. Бұл әжейімізге жаза салатын нәрсе емес. Бұның артында әрқайсысы, әр сөздің артында оның несі тұрады, сұрауы тұрады. Мына сөйлемді қалай жаздым, ертең мұны қалай шығады. Мінекей сондықтан осы Қалекең өздеріңіздің араңыздағы арлы азаматты көрсету болды, мақсатым сол. Енді кейбіреулер айтуы мүмкін, мен де қатысамын сол кезде, басқа да болған. Ол рас, ешкім оны тоқтатылмайды. Бірақ дегенмен оған ол үшін ол көбірек іздену керек, көбірек жаңағы алу керек, жұрттың арасында кіру керек. Менің мақсатым өйткен Қалекеңді көрген сайын мен таңғаламда, ерінбей, жалықпай, қазір басқа кісілерді айта жатыр. Мен енді таңғаламын. Қандай іс? Бірақ артында әйтеуір осы Сарысу ауданы Жаңатас қаласы жақсы болсын деген басқа ой болмайды. Мінекей рахмет сіздерге. Совет өтігі құлап, тәуелсіз алғаннан кейін біздің ойымыз, жиналысымыз милициядан қорқатымыз. Бірінші секретардан қорқатымыз. Сол рухты осы Қалмырза бізге берді. 20 ноябрьде мынау Қазбасоваттың алдына отырып үйге тігіп, сонда шықтық. Енді Қалмырзаның несі айтты ғой, біз қорқатымыз, айқайлауға қорқатымыз. Сол рухты халыққа берген Қалмырза. Милициямен алысқан Қалмырза. Соны көріп біз рух алдық, тайынбай соғыстық. Қалмырзаның бастауыменен қандай нәрселер болды. Ал 20-шы март күні біз Астанаға айдадық. Астанада тендер болады, сол қатысу үшін. Барсақ, жаңағы Савченко дейтін бірінші замы бізді жібермейді комиссияға. Сендер болмайды. Мен айттым Қалмырза кімге Қалмырзаевқа звонить етті. Ол бізге осындай, Қажыгелдинге звонить етті, осындай. Соны не керек? Қаржабауға кірдік, Сибиряковға кірдік. Сөйтіп, Қаржабай айтты, бүгін шешемайын вопросты, мен Балқынбаймен кездесем, соны кейін ертең айтам деді. Ертеңде бізді жібердік. Сөйтіп, біз мына тексімді алып келдік. Екінші жағдай, 1900, ана білесіңдер ғой, туберкулез. Балаларға 153 бала туберкулезіне салып жеген. Не боларын білмейді, арқалары мынандай қарышта не қылды. Сонымен Алматыда пресс-конференция ұйымдастырды. Жаңағы бірінші жолы Балғынбай басып, үкімет комиссиясы келді. Екінші жолы 153 баланы не қылғанда қажы кім? Президенттің есет. Қасым-Жомарт Тоқаев бастаған комиссия келді.
Onda biz жаңағы бізбен Қасым-Жомарт кездескен жоқ. Өйткені Омарова Мария парламенттің, денсаулық парламентінің бастығы бізге решать етті. Бәрі 153 бала Алматыда Ақсай несінде детский неден жазылады деді. Біз соны қойып Қасым-Жомарт Тоқаевпен кездескенбіз. Үшінші жағдай. Біз білмейміз ғой. Осы Сарысудың 11 баласын 12 ай ұстаған. Бізге білмейміз. Бізге келіп ата-аналар етті. Мына пәлен бала ұстаған, ақша берсе жіберіп жатыр, аналар 12 ай. Содан біз Үмбетовке кірдік. Қалмада бәріміз. Бірақ Үмбетов айтты, егерде дәлелдесеңдер, мен ол Нүкістанның басын жұлып аламын деді. Содан өшірді, сот болды, оман болды, бәрі болды. 3 баладан басқаны бәрін далаға лақтырып жібердік. Олар шықпаймыз дейді, бәрімізді бірге соттасын, соттауымызға шықпаймыз, лақтырып бәрін итеріп жібердік нағыл. Ол бітті. Екінші, оны кейін мынау не болды? Бір 5-ші кластың баласы келе жатса, алдында бір әйел соны құлағын алып қашады. Сот Абай мектебінде болды. Ашық сот. Сонда ата-аналар білмейміз ғой, кешегі осындай. 2017 жылы осы жаңағы аудан әкімінің шешімімен Алқабек құрылды. Алқабектің төрағасы Қалмырзаны сайладық, бекітті. Сонымен 7 мүше болды. Енді бірінші бастауымыз ғой. Алғаш кезде қиындау болдық. Неден бастаймыз? Сондай сұрақтар көп болды. Одан кейін сот қосылды, аудандық сот қосылды. Жаңағы бізді бірлестіру, татуластыру несін. Медиация. Соны құрдық. Соның бәрі басқасында Қалмырза болды. Сондықтан бір ерекшелігі бұл Алқабекке көбіне арыздар келіп түседі. Ажырасу болады, үй несі болады, жер дауы болады. Соның бәрі келгенде Қалмырзаның бір қайтпайтын жері сотқа да, прокурорға да, милицияға да, КНБ-ға да, барлық аудан әкімі, заңына, барлығына өз кіріп кетеді. Вопрос шешпейінше ол тынбайды соны. Ол өзі шешеді. Ол кітаптың негізі дұрыс жазылған, дәл уақытында жазылған. Бұл кітап болашақтағы бізден кейінгі Алқабилерге де бұл нұсқау жақсы болады. Өйткені бұл кітап облысқа, республикаға таранды. Бұл ішіндегі жазылғанның бәрі өте дұрыс. Ал екінші Қалмырзаның өзі келсек, Қалмырза 98 жылы осында комбинаттың алдында 14-ге сөйіпті ғой. Сонда ел уақытында 2 жылдан айлықтарын алмай жүрген, ақшаларын алмай жүрген. Сонда бас қосып 98 жылы Таразға бар біраз адамдармен темір жол жапқан. 2 күн Таразда темір жол. Сонда Москва, Алматы көп өздері 2 күн тоқтап қалды ғой. Сонда Жамон, Тарпан, Мәкісі бәрі қатысқан, онда етіктері бар оқысын. Содан кейін жеке басына келсек, Қалмырза өзі дегенмейіз, ол халық үшін, келген адам үшін, соның вопростарын шешіп беру үшін аянбай кіріседі. Содан кейін адал. Қазір тағы естіп отырмын, осы үй мәселесі қазір 1 ай болды. 41 мен 47 үйде. Дау, айқас, осы жерде алмаған. Соның ішінде жаңа Қалмырза тағы да атсалысып жатыр. Қалмырзаның еңбегі бар. Мынау бүгін мына желтоқсанда қоса сіздерменен басқасы мынау кітап туралы Қалекеңнің еңбегі. Қалекеңменен қазір мына біз 30 жылдай сізді сыйласып бірге қайнап келатырмыз. Қазір Жаңатастан бастап. Қалекең еңбегімді 2 аға айтып отыр. Қалекең көзіне мақтағанымыз Қалеке балашаға ағайын қиналса, Қалекең алдына келеді, оны бәрін білесің, осы отырған адам бәрін. Осы 45 мың, 45-50 мыңдай халқы бар Жаңатас жанып тұрған кезде, сол Қалекеңе барып ақылдасып, жастары бар, басқасы бар, жаңа айтып отыр ғой, мен айта бермейін қайталап. Бір азамат, көріп отырсыздар, осы қазақ үшін, елім үшін, отандастарым үшін де бұл кісі турасына, бетіне, көзіне, ешқандай жоғарыдағыларға айналып қорқақтық несі жоқ. Анау кешегі Қазақстанның анау батысындағы Оралдағы айқайдан бастасақ, Өсерге шейін, Алматы, Астанаға шейін жетім жесірді қатты сыйлайтын, турасын айтады. Мынау үлкен қызмет басқаға демейді, қарапайым рабочий, кәдімгі қарапайым семьядан шыққан Қалекеңнің жүрегі өте. Осы мен өз басым айталарым, осы қазақтың бір кешегі үлкен батырының біреуі деп.
көздеріңіз көріп отыр. Ел болғаннан кейін оның ішінде біздің ағайын олай да бұлай да айтады. Қалеке, сізге Құдай беріп, денсаулығыңыз зор болып, осы бетінен міне кітабыңыз шығып жарыққа. Бұл кітапты қазіргі түсінерміз, түсінбеспіз. Кейінгі немере шөберелеріңіз бұны оқиды, бұл тарихтан тарихқа кетеді енді. Қараңызшы, мен енді қазір Қалекеңменен мұны осы кейінгі жылдары бірге келатырмыз, мұны отанда жас болса да, кешірімді бол, істің білетінін айтады. Әр азамат өйтіп ондай істей алмайды, көріп жүрміз ғой. Біреу опақ, біреу топақ, арзау айналып қашып кетеді. Кешегі ауырлау кезде 91, 93, 95-дің кезінде өздеріңіз білесіздер. Осы жерде бір 25 баладай детдом болды. Оған ат салысты. Оған көмек қылды. Ана апа бар, көзі көрген, атыңыз да оқсын кәп. Рысқыз бел ортада да. Ал енді анау Астанаға барып, патшаның алдына премьерге бармас түгілі, Байқаданға бармаймыз. Ешкім барған жоқ. Сол Қалмырзаға керек емес. Қалмырзаны әруақ қылды. Соны бетке батырың деп ұстап, бірге жауын шашынды алып жүрді. Комбинат туралы өзіңіз білесіз еке. Қалеке, адамнан қайтар-қайтпас. Бүкіл жақсылығыңыз, бүкіл неңіз Аллада. Ал оның арғы түбі әлі ақталып, әлі бізде қазақ ұлтына әлі де болса, оның түбіне жеткен жоқпыз. Әлі де болса төмен қадірлеп жатырмыз. Бұрмаушылық көп, дүние бұзып жатыр, жасыратын. Кешел, мынау ініміз жаңағы Қайрат, Ләззат қыздар, солар площадьта жан беріп жан салды. Соның қазірін әлі түбіне шейін жеткізбей жатыр. Енді әр уақытта сіз ұқсап, туралығын сөйлеп, бетін айтады. Әсіресе мынау Қарабайым қалға айтуының жаңа квартирде айтып жатырсыздар. Айқайы, осы сол керек пе Қалекеңе? Міне сонда халық үшін оны Алла әруақ сіздейтерімді сөйерге апарып тұр. Не айтамын, енді бәрім осы дейді, сізде бір не болсын, құтты болсын кітабыңыз, өміріңіз ұзақ болсын. Алланың берген жасын жасап, немере шөберелерді көбейтіп, айтады екен ғой, алсаң малымды ал, әуерімді алма дейді. Мал жылда тұрмай, дүние қоңыз қалады. Осы елдің ішіндегі сіздің осындай беделіңіз арта берсін деп, мынау мен өзім бір қоғамдамыз қазір, отандастар деп, сол отандастар қоғамында осы қазақтың жанашыр, қазақ болса екен, алға қарай деп. Әр уақытта бақуатты болыңыз, денсаулығыңыз зор болсын, ауырмаңыз, бала шағаңыз. 9-ші микрорайонда болған өздеріңіз қатыстыңыздар осының жартысы, Семзавод туралы. Қайтадан мынандай қарызбен Қалекеңе қайтадан келіп жатыр. Қайтадан, міне сондай қызу талас жерде жүреді. Әйтсе басқаларды көзі көріп тұр ғой, бір ауыз айтпастығын бұғып, қаналап қашып кетті. Көке, біз бір жиында отырмыз, хабарласамыз сізге. Алло, кейінірек хабарласайық. Қалда бет. Сәния көзір. Міне. Қазір бұл кейін қандайым көке аға? 16-та болсын, 16-та. Біздің елдің жігіттері жігіттердің төресі олар жайлы ағайын жұрт не білесің сен осы олар жайлы айтылмайтыны биік мінбеден үйткен олар ақиқат пен шындық сөздің жебесі біздің елдің жігіттері
жиналған ағайын, туыс, жора жолдас, бүгінгі күннің енді бұл көтеріп отқан мәселесінің өзі бір өте бір адамдарды ағайын қылатын, дос қылатын мәселе бұл. Оған біріншіден Құдекеңе рахмет деп айтайық. Екіншіден болса да Себеткер Қалмырза айналайын құтты болсын кітаптарының несі. Ал енді Қалмырза туралы жаңа мына ағаларымыз жақсы пікір айтып кетті, жақсы әңгіме айтып кетті бәрі түгел. Бұл енді Қалекеңнің қай жағынан мақтаса да тұратын жігіт енді оның бәрі түгел. Өйткені оның бір азаматтығы осы бізді аға дейді өмірімді. Атын атаған емес, біздің қанша уақыт бірге жүргеніміз. Аға айналайын, ол ең бірінші ол өзінің ілтипаттығы, адамның сыйлағандығы. Ал енді бұның өзіне бір Алланың берген мінезі болу керек, өзіне бір Алланың берген сыйы болу керек. Бұл қай уақытта да адамға жан ашып отырады. Екіншіден өмір өтірік айту дегенде бір өтіп шығарып салу дегенде білмейді енді оның бұл әсетіндегі нәрсе. Алқаби болып отырды, алқаби болып отырғанда дәл осының қасына енді жаңа тастың бір 40-50% әйелдер мен қыздар, жас келіндер келген болу керек. Мен өзім көзіммен көргенді айтайын деп отырған нәрсе. Біреуінің үйі жоқ, біреу күйеуімен ажырасып жатыр, біреу бір нәрсе болып жатыр. Сонда солардың бәрін тыңдайды. И солардың жұмысының бәрін түгел сотқа дейін барады, прокурорына барады, бәрін түгел сот. Енді бұл деген нәрсе әр адамның сүйегіне сіңе беретін нәрсе емес, мен айтайын деген нәрсе. Бірақ Қалеке айтатын нәрсе көп қой. Бірақ көп болғанмен де Құдай бала-шағаңа, семьяңа, жанұяңа береке берсін. Қазақ жүзге көл дейді, жүзге көл. Жақсы бол. Жақсы қария бол. Жаңа біздің беретін бір неміз бер. Аян-ау симаған, қайран біздің қаранардай қасиетті жігіттер. Біздің елдің жігіттер Соғысы кітабымызда соғысы береміз ғой. Тура жолдан айныған емес. Кім ақ жолдан, тура жолдан айнымаса, Алла тағала әр уақыт соны қолдайды, жолын ашып беріп отырады. Бұл кісі біреуге жағымпазданып, қызмет бабын пайдаланып, өзінің жеке басына пайдаланған адам емес. Менде жаңа Егізбек ағай айтып кетті ғой. Алдына талай ауданның азаматтары келіп жатыр, қыз келіншектер, ер азаматтар, солардың проблемаларын бәрін шешіп беруге тырысып жатыр. Тырысады да, істеп те беріп жатыр. Біреулердің күйі жоқ, біреулердің үйі жоқ, басқа да бала-шағасы жағдаймен келіп жатыр. Демеушілерге де звондап, мен өзім көзім көрді, талай азық-түлікпен қамтамасыз етіп жатқандарын. Бұл кісінің жолы ақиқаттың жолы, адал жолы, осы Алаштың арда азаматтардың бірі. Жаңа мен жоғарыда айтқан бабаларымыздың жолы сізге берсін. Осы адал жолыңыздан, тура жолыңыздан айнымаңыз. Қай уақытта болса да шындық тура жол жеңеді. Алланың назарына, бақыттың базарында болыңыз. Қазір мынандай бір сөздер айтылып жүр. Бұрыннан айтылып келе жатыр ғой. Меккеде Мұхаммед, Түркістанда Қожа Ахмет, Маңғыстауда Пірбекет, Алатауда Дін Мұхаммед деген. Осы бабаларымыздың әруақсыздығын қолдап қорғап жүрсін. Өмірлі, ғұмырлы, өмірлі, жылы, бай қуатты болсын. Алланың берген өмір сүре берсін. Рахмет сізге. Кешке қатысушы қалайық. Қалмырза туралы біраз бәрі естілді, бәрі айтылып жатыр. Мен сөзге шорқақпын, мен қырғызым ғой. Қалмырза, өкіметтен ешқашан қызмет сұрамадың. Аяғыңнан қанша шалды, құламадың. Қанша жыл сені ортаға алса дағы, басыңды имей, тіке қарап тұралғаның. Тәндетіп, қырғыз алдай мына мені, өзіңе әдейілеп жыр артадың. Қайсарсың, қаймықпастан бетке айтасың, ешқашан ойламастан баспайдасың. Қашанда шындық айтып шырылдайсың, қоспастан өсек аян сөз майдасын. Сен жігітсің, көрінген ылғи өрден, орныңды уақыт берер әлі төрден. Бүгін сәл
жабырқаған өр қазағым шыңға шығады. Мына сендей жігіттермен алға қарай. Мынау адам қайсымыз болсақ та әйтеуір тегіміз бар ғой. Негізі тегі қандай жердің қызын алды екен, тегі қандай жерден күйеуге барды екен, қандай жердің баласы екен, тегі кім екен деген сөз болады біздің қазақта. Мына Қазыбек би ағамыз бір жолаушы болып кеткенде елін қонтайшыға шауып кеткен екен. Сөйтсе қайтып келсе ел жұрт жоқ. Қонтайшыға барса қонтайшы қонтайшы сенің не депті? Менің елімді шапқаным. Сөйтсе айтқан екен. Қазыбек депті. 13 жасар кезінде алдыма келіп мен жеңіп маған болғандарымды алып кетемін депті. Енді мінекей. Мен сенмен жекжат болу үшін, сенмен құдандас болу үшін әдейі елімді алып кетіп отырдым депті. Елім бәрі жоқтың аман депті. Бірақ сен маған қыз бер болмаса мен саған қыз беремін десе. Далаға шықса қызым жоқ, қыз беремін десең аламын деген екен. Сөйтіп Қазыбек бабамыз сөйтіп қонтайшыны жеңген екен. Мына Қамзаның бойында Қазыбек бабаға тән бір қасиет бар сияқты. Мен сол үшін де құрметтеймін. Біздің қазақ жаңыл жақпайларға, чұқаларға жаңа жігіт келіп бізге көндіреді деп өзім. Қалың келеді, журналистер өз пікір. Есімдер үшін құтты болсын, дендеріңіз саулық, бәріңізге жақсылық болсын. Анда үшін мен дұрысталдық, жақсы, ол да әділдіктің азамат екен. Сол бетінен қайтып атқан жоқ. Жақсы көрсетіп жүр ойлағанда қазір тірлікте. Рахмет. Бала шағаның қызығын көріп, тек жақсы. Осы кітапта көрсетілген Құдайберген аға еңбегіңіз жаңа берсін. Әр уақытта осыларында жаңатасын жақсы жігіттерін көрсетіп, жаңатасын екенін білгізіп, елге, жерге, бар жерге таныстырып отырған сіздің арқаңыз деп білемін. Осы жақтағы жігіттердің бәрі. Көптеген рахмет. Енді жазушыда үндемей жүріп, сіз өзі үндеп адамды үндемей отырасыз, мен ойлайтын бұл осы кісі негізі нағып жүрген адам деп. Сөйтсем бұл кісіден әжептәуір үлкен нәрсе шығады екен. Түймеден түйе шығарады екен, түймеден түйе шығарады. Сондықтан көп рахмет. Мына Қалмырзаны да Қалмырза қылып, анау бас жағын мына біздің Шнайдер құрдасын тұрып, Шнайдер көрсетіп отырған. Құдекес сіздің атаңыз. Көп рахмет. Қалған мына жігіттерге, мына жастарға үлгі болсын, мына жаңатасын балаларына үлгі болсын, кейін келе жатқан мына ұрпақтарымызға үлгі болсын. Жаңа секенде жақсы айтып берді, кейіннен біліп жатырмыз, бұрыннан келе жатырмыз деп. Бәріміз де бір-бірімізді жанатта кейінгі мынау Сарсұлтан едім деп жатыр, білмей жатырмын дейді. Енді соның бәрін білдіріп, бәрін көрсетіп, енді мынадан енді білмеймін деп ешкім айта алмайтын мына кітаптан кейін. Бүкіл Сарсұлтан жамбыл облысы білетін болады. Құдайберген аға бір сізден рахмет, Қалы мырза еңбегін жара берсін. Үлкен жақсы тілектер айтылып жатыр. Біз осы қос ағамызды танымай жүрсек, бүгін барлық жағынан танып, қуанып отырмыз. Қазақта сөз бар, атақты би Әйтеке бидің інінің жолы тасқару, ағаның жолы басқару дейді. Біздің осы бүгінгі кітабымыздың кейіпкері Қалмырза ағамыз екі сөзді де бір өзі алып отқан сияқты. Інінің жолы тасқару болса, ол кездегі тасқаруымыз бүгінгі осы қоғамдарға әлеуметтік мәселелерді көтеру болса, екінші жолы ағаның жолы басқару дейді. Яғни бүгін сіздер де арттарыңызға азаматтарды ертіп, осы қоғамның шыншылдығын көтеру мәселесінде басқарып келе жатсыздар. Ағалардың айтар жолы болса, сол жолмен жүретін інілердің болатыны міндетті. Сіздердің бізге көрсететін жолдарыңыз береке, бірлік, ынтымақ, татулық, қоғамның ең бірінші осы еліміздің, ауданымыздың көркею жолындағы жақсы игі бастамалардың басы қасында өздеріңіз болады деген ойдамыз. Дүниежүзі қазақтарының төрағасы отыр, оң жағында мына кісі Нұржан Есмаханов отыр, депутаттың сенімді өкілі. Осы кісілер кешегенде аудандағы бәр жақсылықты да көрсететін осылар, жаманшылықты да көрсететін осылар, бұлардың жұмысын пайдаланып жақсы бағытқа қарай бұрылу керек. Өйткені оны мен кешегені Қалмырзаның тәжірибесінен білем. 2004-те мен осы ішкі саясатты аштым. Сол кезде Қалмырза мен бірнеше сөйлестім. Бұл кісі үкіметке қарсы емес. Жеке атқарушы органның көрмей білмей қалған тұстарын көрсетіп, атқарушы органға көмек береді. Ал енді дүниежүзілік практикасында үкіметтегі ұйымдарға қаржы бөледі, басқа осыларды дамытады. Ол сол атқарушы органға көп жеңілдік береді. Өйткені біреу әңгіме болып жатады, біреу түзетіп жатады.
Қалмырза сияқты жігіттер бар, сотқа дейін барып өзі шешіп жатады. Сондықтан атқарушы орган неменен бас ауырады? Бір атқарып алса, үкіметтік емес ұйымдар. Ең басты мәселе осы нұрлы есіңізде болсын. Содан кейін енді айта берсек сөз көп. Жаңағы осында жеке адамдар да қазір ауданның мәселесін қозғайды. Ауданның проблемасын көтереді. Бұлардың ешқайсысы да үкіметтің саясатына қарсы емес. Оны дұрыс түсінуіміз керек. Қалекеңде мен сол 2004-те бірнеше рет сөйлестім. Бұл кезде жағдай өте ауыр еді. Серік осыны әбділгім келетін президенті жамандап, басқа да мәселелер көп болды. Сол кезде ол кісіде ешқандай да үкіметке қарсы саясат жоқ. Үкіметтің саясатын қолдайды, бірақ кейбір жеке әділетсіздікті айтады. Жеке әділетсіздік біздің арамызда толып жатыр ғой. Екіншіден қай бір аттасаңыз келсе. Сондықтан да сол мәселеге осы үкіметтік емес ұйымдардың жұмысын жандандыруымыз керек, дамытуымыз керек. Соның бір айғағы осы Қалекең отырысы. Қалекең негізі осы аудан құрметті азаматты атағына лайық деп, өйткені еңбегі көп. Енді атқарушы органдар соңғы кезде оны түсінбей келе жатыр. Бұл енді бұлақ қағыс. Алдағы уақытта соны ескеретін шығар. Қазір енді бұл кісі қызметін тастаса да жаман атқарып жүрген жоқ. Мұнда қазір кешегі Серік Апасов деген ағамыз да отыр. Ол кісі де жаман істеп жатқан жоқ, жақсы істеп жатыр. Бұлардың әрқайсысы өзінің жеке тұлға, әрқайсысы жеке тұлға. Айтатын болсақ, мәселен, Жамбыл Шадиевті айтатын болсақ, экология жөнінде бұл кісіден артық білетін адам жоқ. Бұл кісінің ертең бізден 30-40 жылдан кейін ешкім таппай қалады. Бәріміз де таппай қалады. Бірақ экологияны шырылдап айтатын осы кісі. Қай кезде де Қалекеңнің қасында жүреді, байқаймыз, қай кезде де. Өйткені орында әлі де бұл кісі керек, әлі де керек. Бұл кісінің еңбегі көп. Осының бәрін атқарушы органдардан көмек. Шәке, естіп ба? Сіздікі де көмек. Сіз дүниежүзі қазақтардың басқарып болсын. Оны мойындамай жатыр ғой біраз. Ал енді мойындайды. Үкіметтік емес ұйымдар деген не бұл? Үкіметтік ұйымдар деген сөз. Мынау қоғамды басқарады немесе. Халықтың жан айқайын айтады. Соның қозғаушы күші. Бірақ оның жұмысын дұрыс пайдалану керек. Бірақ үкіметке қарсы пайдалануға болмайды. Үкіметке қарсы пайдалануға болмайды. Жеке бір мәселеде айтуға болады. Оны қорғауға болады. Қалекеңді мына кітабымыз құтты болсын. Құдайберген ағамызды бірге істескенбіз. Ол кісі өте терең адам, ғалым адам, дұрыс жазған, өте сауатты жазады. Кандидат атағы бар өзіңіз. Сіздің өмір жолыңыздың бәрін дұрыс көрсете білген. Біз соған қуануымыз керек. Өте жақсы. Сіз кешегі Алаштың ұрпағысыз, азаттық қозғалыс бастадыңыз. Алаш деген кешегі ол Совет үкіметінің бұрын құрылған өзі қозғалыс. Ол кейіннен жасырын түрде Ленинградта қорғалды. Біз студент кезімізде еститінбіз. Ленинградта Алаш қозғалысы барды. Белгілі қазір қайраткерлер соның құрамында болған. Сіз енді бертін келе осыны жалғастырып келесіз. Азаттықты қозғалыс. Одан бері мынау үкіметтік емес ұйымдардың құрамында жүрсіз. Соның бәрін біз сәттілік дейміз. Қалеке. Сіздің еңбегі жана берсін. Әлі сіздің береріңіз көп. Қай салада жүрсеңіз, қай жерде жүрсеңіз де соны дұрыстап елге өзінің дұрыс бағытыңызбен мынау жаңағы әділдік көрмеген адамдар жаңаша ретінде оларға қамқор болып жүргеніңіздің өзі керемет. Алланың нұры жауап деген сізге сол шығар. Сіз Құдай жолында да жақсы неғып жүрсіз, ислам дінін жақсы ұстап жүрсіз. Сол әділдіктің сара жолы ол. Сондықтан да қай жерде, қай қозғалысқа жүрсеңіз де сол елдің көпшіліктің жаңағы несін қорғаңыз бірінші орында. Еш уақытта бірақ үкіметтің саясатына қарсы шығуға болмайды. Еш уақытта. Тек қана өзіміздің арамыздағы мәселені осылай шешіп отырсақ, ол керемет нәрсе. Кешегі цемент заводыңыз, ол керемет нәрсе ғой ол. Цемент заводы өте прибыльный завод ол. Ауданға дейін. Бірақ сол кездегі атқарушы орган дұрыс істемеді. Тур қаланың қақ ортасына соқты. Сол жолсыздың арқасынан еш азап шегіп жатырмыз. Сондай жолсыздық әлде бізде көп. Бірақ соның дұрыс бағалай білу керек, дұрысын әділіне шеше білу керек. Сізге үлкен денсаулық, зор байлық тілейміз. Алда үлкен жұмыстар күтіп отыр. Құдекең, сіз осылай істей берсеңіз, тағы бір келесі кітапқа арқау болады деп ойлаймын. Осы шаршамай әрбір осы жерде отырған адамдардың бәрінің парызы бар. Негізі бұл өмірдің өз парыздан тұрады. Үлкен отанға деген,
кіші отанға деген тотан өзіміздің жанұямыз. Одан кейін әке шешеге, бала шағаға бәріне парыз, біз соны өтеуге міндетпіз. Мен ойлаймын, өйткені менің бұндай ұлтжандылық, ұлтшылдық, мен ұлтшыл, мына көп біз ұлтжанды, ұлтшыл деп айтуға әлі күнге шейін батыл жетпейтін азаматтар бар. Біз жетіспейтін ұлтшылдық. Қазір бізге ұлтшыл болған адам ешбір басқа елдің өз елінің қасіретін түсінген адам басқа елге жаманшылық жасамайды. Ал ол ұлтсыздар, олардан барлық жаманшылық күтуге болады. Өйткені ода ұлт жоқ. Ол кез дегенде мына өз ұлтын сатады да келесі ұлтқа кете береді басқа. Міне содан Құдай сақтасын. Біз соны балаларымызды сондай ұлтшылға бізге қазір сәл жетіспей жатқан кемшілік ұлтшылға тәрбиелеуіміз керек. Мысалы жаңағы айтып отырмын ғой, мен осындай ұлтшылдық кейбір кезде өзім ойланамын да, бұл мен қойшы деймін, бірақ жаңағыдай бір күші итермелейді. Сол уақытта менің бір әжемнің сөзі есімнен кетпейді, өзім туған әжемнің. Сол кісі бірде былай деді маған: Қалмырза деді, ылғи отырып отырғанда, Қалмырза деген жоқ, бәріміз отырғанда, бірінші үлкен отаның аман болсын дейді. Одан кейін кіші отан. Сонда неге соны айтсам, кейін бір күні отырғанда айтты: 6 бірдей іні бауыр болған екен, ер адамнан. Жалғыз қыз екен. Сонда мынау совет үкіметі жақсы байды қуатында, немеде бай қуат тұрған кісі ашаршылық кезінде жаңасын байлар тартып алып, 6 бірдей інісі бірдей өлген екен. Содан сол кісінің өмір бойы айтатын бірінші сөзі: бірінші үлкен отан. Егер үлкен отаның аман болмаса, сенің үлкен кіші отаннан түкті болмайды. Мыңдаған малды, мыңдаған жаңағы немене жинаған азаматтарымыз, бай азаматтарымыздың басы қайда қалғанын білмей қалды. Сондықтан да бірінші ойлаңдар, халқыңды ойлаңдар, халқыңды ойла деп Аллахымға айтып отыратын. Одан кейін ол кісінің екінші жігерленген бір сөзі әлі есіме кетпейді. Осындай бала боп ойнап ұрысып қалса, жылап қаламыз, жылап қалсақ. Жаңағы өте мейірбан кісі, бірақ бірден бізге жекейтін: ей мұрынбоқ неме, көз жасыңды көрсіп, еркек деген жылай ма дейді. Не деген сен, біз сені қалжат едік қой, еліңді, жеріңді қорғайтын. Аз сен мұрынбоқ көз жасыңды көрсетіп, бізге көрсетіп ұялмай тұрсың дейді. Қыз деген ол өрісте осылай келтіріп айтатын. Керек болса уақытысында жалғыз баласын кебеннің қолында ұстатып, біздің аналарымыз сен тірі кетсең, менің баламсың, тірі келмесің, халқымның осы қазақтың құрбанысына жібергендік деп айтып отыратын анасы. Мүмкін содан бойын бәрін осындай бір ұрық неменелер жаңағы мен бойыма сіңген шығар. Бірақ мен айтамын, еш уақытта мен қазағымды шексіз жақсы көремін. Сондықтан да мен еш уақытта шексіз жақсы көргендіктен де мен кейбір кезде бір көкелерге қаттыректі кетіп қалатын басқа қылатын шығар. Бірақ мен қазақ үшін әрбір адам біздің жаңағы азат қозғалысының бағдарламасын өзі айтты: бір түйір тасына шейін қорғаймыз дейміз. Көрдіңіздер ме? Даже керек болса бір түйір тас біз үшін қымбат деді. Сол жолда біз күресіп келе жатырмыз әлі күнге. Ал бірақ қайтесіз кейбір кезде жүрегің ауыратын жерлер болады. Мынау Кубамен бірде өздеріңізде талай көрдіңіз, теледидарды бір кішкентай 6 жасар балалар үшін Америка соғысқа шейін барған кездер болды. Ал кейбір кезде осындай нәрселерді көріп отырасында әттеген аяқ дегенде қиналатын кезінде келеді. Біз әрқайсымыз, әрбір қазақ жалғызым дегендей әрқайсымыз бір әрбір қазаққа сүйеу болуымыз керек. Ләзім болса бір-бірімізді сүйемелдеп, егер біз ел боламыз, үлкен елге айланамыз, ұлы баяғы Шыңғыс хан бабаларымыздың жолын ұстап, сондай ұлы елге айланамыз, әрбір қазақ тек ұлтшыл болу керек. Ұлтшылдан қорықпаңыздар, ұлтшылдан ол біздіге баяғы совет үкіметінің ұлтшыл деп айдар тағып бізді қорқытып, үркітіп, содан әбден бізді мынандай рухымызды жоғалтқан кезеңдер ғой бұл. Енді сондықтан да біз бойында рухы жоқ халықтан ешқандай жақсылық күтуге болмайды. Сондықтан да барлықтарыңызға айтарым, мына бала тәрбиесі бесіктен дейді. Бірақ біз бесіктен тәрбиелейміз, бірақ қоғам бар ғой. Ал біздің қазақтар қалай, соны ескерген уақытысында қарасыңыз, тек қана баланы да, қызды да, тек қана әке шешесі емес, бүкіл мынау ру ел болып оларды тәрбиелеген. Біз содан айырып қалдық. Сондай ұлығатты нәрсе, ұлы тірліктеріміз өте көп. Сіздерден бір өтінеді, мұра келіп отырғандарыңызға рахмет, жаңа жылы сөз айтып жатқандарыңызға рахмет. Бұл кітапқа жазылған бар, жазылмағаны өте көп аға. Әлі сіздердің аттарыңыз бәрі аталады. Мен тек қана жалғыз емес, сіздердің арқасында істедім. Еш уақытта бір адам жалғыз нәрсені еш уақытта істей алмайды. Бірақ сіздер маған қосшы мен бірге жүріп жаңағы айтты ғой. Министрлерге де бардық, тек қана және күн бірде күтіп отырып, бетіп отырып өз-өзім естіп осы ағалармен сөйлесіп айттым да, басшылардан тек қана президенттің ғана қолын алматы қалған бәрін қолын бұлғап есігін алдында болып бірге кездесіп әңгімелескен екенбіз дедім да, мысал қарасың. Соның бәрі
қазір қарап отырсам, бәрі бар ғой осы еліміз үшін, осы Жаңатас үшін, халық үшін солай істедік мысалға. Талай жаңағынау біз үйде де бізде не қылып отыра беруге болар деді, мысалы бұл өйткені жасыратын жоқ, биліктен біз билікке жаңағы айтып жатыр көп деген, біз билікке қарсы болмаймыз, бірақ билік бізді әділдігіміз үшін басқа үшін бізді шектетеді алайын. Мен осы жолы ғана қазір ғана мына өзгеріске таңғалып отырмын да, ол біздің жегел бола бастағанымыз, бұның басы демократия бола бастаған. Құда қаласа, мен ойлаймын, әлі жаңағыдай талай өсіп отырған жерден де талай тұлғалардың аты жазылады, ел білетін, танитын болады, өйткені біздің Жаңатас батырларға бай. Барлықтарыңызға рахмет, қолдап келгендеріңізге. İnna lillahi ve inna ilaihi raciun. Allah.